Барлықтарына қайырлы күн балалар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 24-ші сабағын өтетін боламыз. Өз көзқарасымды білдіремін. Сөз тіркесі. Сөйлемнен сөз тіркесін табуды үйренемін. Сөйлемді оқып көшіріп жаз. 43-ші жаттығу. Кішіпейіл бала үлкендерді үнемі сыйлайды. Балалар, дәл осы сөйлемді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Енді қараңдар балалар, астында бізде түсіндірме берілген. Сөйлемнен тұрлаулы мүшелерді көшіріп жаз дейді. Баяндауыш арқылы бастауышқа сұрақ қой, яғни бала сыйлайды. Кім сыйлайды? Бала сыйлайды. Сөйлемнен бастауышты оған қатысты тұрлаусыз мүшемен бірге көшіріп жаз. Тұрлаусыз мүшеге бастауыш арқылы сұрақ қой. Қандай бала? Кішіпейіл бала. Сөйлемнен баяндаушты өзі қатысты тұрлаусыз мүшемен бірге көшіріп жаз. Баяндауыш арқылы тұрлаусыз мүшеге сұрақ қой. Кімдерді сыйлайды? Үлкендерді сыйлайды. Қалай сыйлайды? Үнемі сыйлайды. Сөз тіркесі неден құралады? Сөз тіркесі басыңғы және бағыныңғы сөзден тұрады. Сөз тіркесінің құрамындағы сөздердің байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. Сұрақ басыңғы сөзден бағыныңғы сөзге қаратып қойылады. Жирену, жаманнан жирену. Неден жирену? Қандай дос? Адал дос. Нешінші рет? Екінші рет. 44-ші жаттығу. Сөз тіркестерін оқып, мағынасын түсіндір. Жібек орамал, өзеннің жағасы, жуас ат, сөздің мағынасы, қалың қарағай, кең сарай. Екі сыңарда зат есімнен жасалған тіркестерді бағанның сол жағына, бірінші сыңары сын есімнен, екінші сыңары зат есімнен жасалған тіркестерді бағанның оң жағына жаз. Өзің қалаған тіркесті қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Сөйлемдегі сөздердің байланысы сызбамен көрсет. Енді балалар, бұл жерде екі сыңарда зат есімнен жасалған, ол бізде сөздің мағынасы, өзеннің жағасы, жібек орамал деген. Екеуі де зат есім екен, зат есім қосу зат есім. Ал сын есім мен зат есімнен жуас ат, қалың қарағай және кең сарай. Енді бұл жерде мен балалар жібек орамал сөзін таңдадым сөйлем құрау үшін. Кеше анама жібек орамал сыйладым. Не істедім? Сыйладым. Не сыйладым? Орамал сыйладым. Кімге сыйладым? Анама сыйладым. Қандай орамал сыйладым? Жібек орамал сыйладым. Қашан сыйладым? Кеше сыйладым. Келесі 45-ші жаттығу. Берілген сөз топтарының сөз тіркесі екенін сызбаны пайдаланып дәлелде. Атаның өсиеті, қазақша сөйлеу, тақпақты жаттады, кең өлкенің. Балалар, енді бұл жерде атаның, кімнің өсиеті? Атаның өсиеті. Қалай сөйлеу? Қазақша сөйлеу. Нені жаттады? Тақпақты жаттады. Қандай өлкенің? Кең өлкенің. Сөз тіркесінің бірінші сыңарлары, екінші сыңарларының мағынасын анықтай түсуде. Сөз тіркесінің екінші сыңарлары негізгі мағынаны білдіріп тұр, және сол арқылы сөз тіркесінің бірінші сыңарларына сұрақ қоямыз. Келесі 46-ші жаттығу. Мәтелді оқып жатқа жаз. Өтірік сөз өрге баспас. Осы сөйлемдегі сөз тіркестерін сызбамен көрсет, сөз тіркестерін дұрыс тапқаныңды дәлелдеп көр дейді. Өтірік сөз өрге баспас. Не істемес? Баспас. Не баспас? Сөз баспас. Қайда баспас? Өрге баспас. Қандай сөз? Өтірік сөз. Не баспас? Өтірік баспас. Деп осылай сызбамен көрсетеді екенбіз сөз тіркесін. Келесі 47-ші жаттығу. Берілген сөз тіркестерін пайдаланып, ана тілі арың бұл тақырыбында әңгіме құра. Ана тілі арың бұл. Менің отаным, қазақ тілі, тілді білсең, көп тіл, ұлт өкілдері, мемлекеттік тіл деген сөз тіркестері бізге берілген екен. Ана тілің арың бұл. Менің отаным Қазақстан. Қазақстан 1991 жылы зайырлы мемлекет болды. Елімізде 100-ден аса өзге ұлт өкілдері тұрады. Қазақстанның мемлекеттік тілі қазақ тілі. Бірақ елімізде қазақ тілінен басқа көп тілде сөйлейтін халықтар бар. Көп тілді білсең, сыйлы боласың. Қазір мен қазақ тілінен басқа орыс, ағылшын тілдерін білемін. Болашақта басқа тілдерді де үйрену жоспарымда бар. Бірақ ешқашан өз тіліңді ұмытпай, құрметтеу керексің. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.